Егер сіз ата-ана болсаңыз, балаңызды үй жағдайында өзіңіз оқытып жатқан болсаңыз, бұл видео сізге арналады. Бұнда оқытудың алғашқы 3 қадамы деген өткендегі эфирдің бүгінгі жалғасы болмақ. Осы видеоны аяғына дейін көріп, балаңызға қалай екінші кезекте қандай әріпті оқыту керек екенін біле аласыздар. Мен Салтанат Нұрекенқызы, осы каналымда баланы оқыту, баланы тәрбиелеу жайлы канал жүргіземін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Түсіндіруді бастамас бұрын мен мынаны айтқа кеткім келеді. Бізде көбінесе ата-аналар балаларға қолына 1-ші сыныпқа баратын әліппені беріп қояды. Бала бұның ішіндегі суреттердің, жазулардың бәрін былайша айтқанда жаттап алады. Содан кейін мектепте мұғалім оны оқытқысы келген кезде, оқытатын кезде баланың қызығушылығы төмендеп кетеді, кітапқа қарағысы келмейді. Сол үшін мен алдыңғы видеомда айтқандай, буындап оқуға үйретудің алғашқы 3 қадамы деген алғашқы видеомда айтқандай, балаңызды мектепке дайындайтын болсаңыз, баланың қолына кітап берудің қажеті жоқ. Алдымен көрнекіліктермен, жаңағы буындармен дайындау керек деп айтатыным сондықтан. Енді біз екінші кезең, буындап оқытудың екінші кезеңінде мынандай әріптермен таныстырған жөн. Дауысты дыбыстардан ә, ү, е, ы, дауыссыздардан б, ж, к, қ, с, м. Осы 10 әріппен таныстыруды ұсынамын. Және бұл әріп мен таныстырып жатқан осы жүйе мына әліппедегі ішіндегі жүйеге сай келмейді. Әліппеде басқа ретпен таныстырылады әріптер. Мен басқа жүйені ұсынып отырмын. Негізіндегі мақсат баланың буындап оқуға үйрету ғой. Мектепке келгенше, мектепті бастағанша негізінен буындап оқуды бала үйреніп алғаны дұрыс. Енді дауысты дыбыстармен, дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбыспен аяқталатын, өткен видеода айтқанымдай ашық буындармен таныстырып аламыз. Мысалы, б болса ба, бә, бө, бе, б. Ж болса жа, жә, жө, же, ж деген сияқты. Осылай бірнеше буынмен таныстырып аламыз. Және өткен сабақтағы бірінші кезең, видеоның алдыңғы видеода айтқанымдай, бірінші кезеңде таныстырғандай, р, л, н, т дауыссыз дыбыстарына да осы дауысты дыбыстарды қосып буын құрап аламыз. Байқап отырсаңыздар, мысалы бізде р дауыссыз дыбысқа рә, рө деген дауысты дыбыстар көбінесе жалғанбайды. Қазақ тілінде ондай рә, рө деп келетін сөздер жоқ. Сол сияқты лә, лө деп келетін қазақта сөздер жоқ. Нә, нө деп келетін қазақ тіліндегі сөздер өте сирек кездеседі. Және тәні алатын болсақ, тә, тө, те, бұның ішінде де сирек кездесетіні тә және тө дегендер көбінесе сирек кездеседі екен. Енді біз бұнымен қалай жұмыс жасаймыз? Мысалы, бірінші бә деген буынды қарасаңыз, төбесінде мен 3 деген сан қойып қойдым. Бұл нені білдіреді? Бұл жерде бізде бә деген буынды осы жерден алып, міне бә, се, бә, ке, бә, ле. Яғни мына бә деген буынмен 3 сөз құрауға болады екен. Бөні алып көрейік. Бөні. Бө, ле. Бө, ре, не. Бөрене деген сөз құрауға болады. Және бе, ре, ке. Сонда байқасаңыздар, бұл жерде бе деген буынды 3 рет пайдаландық. Және бізде б деген буын жерде тек қана былық деген сөзде мен тауып отырмын. Сол сөзде пайдаланады екен. Мысалы, б, л, және аяғына қыны қосқанда былық деген екен. Енді осылай төбесіне, баланың көзіне осылай жазып, іліп қойып, осы кестені пайдаланғанның пайдасы не? Несімен бұл ерекшеленеді? Бұл жерде бала біріншіден мынаның көз алдында тұрса, бә, бө, бе, б деген буындарды жаттайды. Екіншіден, төбесіндегі 3 деген санға қарап, осы буындардан 3 түрлі сөз құрауға болатынын ойланады. Бұлайша айтқанда балаға лабиринт деуге болады, немесе балаға ребус түрінде бұл ойын болады. Мысалы, бәні осы тұрған буындармен ішінде 3 рет қолдануға болады. Бәні, бөні 2 рет қолдануға болады, бені 3 рет қолдануға болады. Мысалы, жән алатын болсақ, қазақ тілінде жә, не деген сөз бар. Және деген сөзді бала қолданады.
пайдаланып, осы жә мен нені пайдаланып бір сөз құрайды. Жөке, жеке деп құруға болады, жете деп құруға болады. Мысалы, жете алмады, мысалы, жете түсінді деген сияқты сөздерде жете деген сөз бар ғой. Жылы, жыры, сол сияқты. Кәмен басталатын сөзді айтып буынды айтатын болсақ, кә деген буынды бала бұл жерде бір-ақ рет қолдану керек. Кәне деп қолдану керек. Сол сияқты. Өні алатын болсақ, өні өте көп екен. Жеті рет қолдануға болады екен. Бала мына жерден көні алады, мысалы, көже, көсе, алдар көсе деген мысалы көсе бар. Сол сияқты пайдаланады. Енді бұл балаға дайын буынды оқытқаннан гөрі балаға бір жағынан шығармашылық жұмыс болады. Әр буынды өзі алып, құрап отырып оқиды. Енді құрметті ата-аналар, бұл кестенің несімен ерекшеленеді деп тұрған шығарсыздар. Мысалы, балалар үлкен сыныпқа барғанда химия пәнін оқығанда Менделеевтің элементтер кестесін пайдаланады. Онда да жаңағы өзінің бір жүйесі бар. Бұл кестені де мен сондай жүйемен жасап отырмын. Және осы сіздерге кесте керек болатын болса, мен осы кестені видеоның астына жүктеп қоямын. Сол жерден сіздер өздеріңізге қажет болса, осы кестені өздеріңізге жүктеп алып, қиып балаларыңызға оқытуға пайдалануыңызға болады. Мен тағы да қайталап айтамын, бұл жерде бала мына мен 3 сөз құрағанша тоқтамайды. Мысалы, кеме дегенде, мысалы, кесе, кеме деп, мысалы, мына жерден алады, мына кесе, мысалы, бір рет құрады, мына кесе, қойып қояды. Келесі, тағы не құруға болады? Кеме құруға болады. Тағы да не істеуге болады? Тағы қалай құруға болады? Көре, р мен ен алса, көре деп, мысалы, солай пайдалануға болады. Яғни баланы тек қана бұл жерде кестені бә, бө, бе, б, жә, жө, же деп жаттатып алу емес. Мақсат бұл жерде мына кестеден пайдалана алу. Қазіргі балаларға қойылып отырған талап та сол ғой. Сабақта алған білімін өздері пайдалана алу керек. Және ол үшін мен өткен сабақта да көрсетемін, осы сабақта да көрсетемін. Мынау сияқты жылтыр қағаздан салқаннан тігілген қалта, әріптер мен буындар қалтасын жасап берсеңіз, бала осылай жаттай береді. Әліпби оқығанда бастағанда ол бала уже ашық буындарды өте жеңіл меңгереді. Осы әдісті пайдаланып, балаларыңызды мектепке дайындасаңыздар болады. Менің бүгінгі видеом осымен аяқталды. Келесі менің видеоларымды көру үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Және де менің каналымды басқа таныстарыңызбен бөлісіп жатсаңыздар болады. Менің бүгінгі видеомды қарағандарыңызға, аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.